Сүлеймания жамааты қазіргі сопылық топтардың кейбір қателіктер ақидасында бар. Қазіргі уақытта Қазақстанның территориясында өздерінің сопылық мектептері есептейтін Сүлеймания жамааты туралы. Бұл топта негізі Ханафи мазхабы матурidi ақидасы болғанмен де кейбір қателіктер ақидасында бар. Құқықтық мәселеде қателіктер болатын болса ештеңе етпейді, бірақ ақидалық мәселеде бұл болмайды, рұқсат етілмейді қателіктер. Сүлеймания жамааты қазіргі сопылық топтардың ішіндегі ұстазға сакралдық тұрғыда қасиеттейтін, былайша айтқанда қасиеттеп жіберетін топтардың бірі болып есептелінеді. Бұл қандай сөз? Олар айтады, ұстазым не десе, сол дұрыс болады дейді. Тіптен дәрежесі мынандайға жетеді, сен ұстазың қаласа ғана сен жәннатқа кіресің дейді. Яғни сен ұстазың арқылы жәннатқа кіресің. Сенің ұстазынсыз жәннатқа кіру дұрыс емес, не болмаса ол мүмкін емес дегенге апарады. Тағы да олардың арасында менің ұстазым айтты, сол дұрыс деген тарайды да кең. Мен бір Сүлеймания жамаатының өкілімен сөйлесіп қалып едім. Сол кезде ұстазым айтты деді. Мен айттым, бұл ақидалық мәселе, бұл ұстазға деген жүрмейді. Бұл сен өзің білуің керексің бұны. Ұстаз айтты, сол дұрыс деп қарастыруға болмайды деген кезде, жоқ, ұстаз менен қарағанда жақсырақ біледі деген идеяны. Бұл былайша айтқанда құқықта ұсталынатын, фиқ мазхабта ұсталынатын. Намазды қалай оқимыз? Абу Ханифа айтқанда, өйткені Абу Ханифа жақсырақ біледі деген. Бірақ біздің сөйлесіп тұрған мәселеміз ақида болатын. Енді осы жерде Сүлеймания жамаатының қателігі осы жерде. Ол тіпті ақидалық мәселелерде ұстазым жақсырақ біледі деп ұстазға апарады. Енді ұстаздың айтуы саған, не болмаса ұстазының саған бір ақиқат таңдап беруі, бұл ақиқатты табатын бір құралдардан болып есептеліне ме? Шариғатта белгілі бір нәрсенің ақиқатын табу үшін матурidi мазхабында үшке бөледі. Бұл хабару содиқ, шыншыл хабар керек дейді, хауасул хомса 5 сезім мүшесі бар дейді, және ақыл дейді. Осы үш нәрсе бұл ақиқатқа жеткізеді адамды ақидалық тұрғыдан. Осымен білсең болады дейді. Мұның ішінде ғалымдарымыз ұстаздың саған айтуы деп келмейді. Керісінше, ұстаздың саған айтуы болмаса бір нәрсенің артынан өзіңнің ақылыңды қоспастан еру ақидалық мәселеде бұл адасқандық болып есептелінеді. Бұл керісінше тыйым салынған құралдардан болып есептелінеді. Енді бұл сөзімізге дәлел ретінде имам Матуридидің Китабут Таухид еңбегінен оқып бере аламыз. Сүлеймания жамаатының бір хат танитындар болатын болса, осы кітапқа өтіп қараса болады. Имам Матуриди өзінің Китабут Таухид еңбегінде айтады, бір кісінің артынан еру жалпы сенің сол ақиқатта екенін көрсететін құралдардан емес. Яғни саған ұстазың былай десе, сен ере беретін болсаң, бұл өте қателік дейді. Ханафи мазхабының матурidi ақидасына қайшы бәрі белгілі дүние. Енді бәрі біледі оны, қайшы оқыған тоқығаны болатын болса. Имам Матурidi айтады,